Қазақстанда нашақорлыққа қарсы күрес айлығы басталды. Аталмыш шара халықаралық нашақорлыққа және есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес күніне орай Ішкі істер министрлігі есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл департаментімен ұйымдастырылды. Маңызды басқосуға Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Ералы Тоғжанов, Ішкі істер вице-министрі Ержан Саденов, білім және ғылым, денсаулық сақтау, мәдениет және спорт министрліктерінің, жергілікті атқарушы органдар, үкіметтік емес ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, еріктілер қатысты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында есірткінің, оның ішінде синтетикалық есірткінің таралуы болашақ ұрпақтың әл-ауқатына қауіп төндіретін ерекше атап өткен болатын. Есірткісіз қоғам құру мақсатымен өмір сүру Қазақстандағы әр азаматтың алдында тұрған маңызды міндет деп айтсам артық емес. Шарада сөз сөйлеген Ішкі істер министрінің орынбасары Ержан Саденов ведомство тарапынан жасалып жатқан жұмыстарға тоқталды. Оның сөзінше, елімізде жыл басынан бері 1400 есірткі құқық бұзушысы ұсталған, 600-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық және 1800-ге жуық қылмыстық теріс қылығы анықталған. Сондай-ақ заңсыз айналымнан 2 тоннаға жуық есірткі заты тәркіленген. Есірткімен күресте қоғамның күшін біріктіруді көздеген кездесу жастар арасында нашақорлықтың алдын алу аспектілері тақырыбындағы семинар тренингпен жалғасты. Мамандар арнайы баяндамаларын оқып, сандарды сөйлетіп, адамдардың тәні мен санасын улайтын заттың залалы туралы айтты. Синтетические наркотики в десятки и даже сотни раз оказывают более сильный психотропный эффект на организм человека, в том числе на организм молодого человека, чем традиционные широко известные наркотики, и высокий риск суицидов. Айта кету керек, есірткіге қарсы айлықты өткізу барлық азаматтарды, оның ішінде кәмелетке толмағандар мен жастарды профилактикалық іс-шаралармен кеңінен қамту қажеттілігіне негізделген. Есірткіні тұтынудың алдын алудың өзекті және проблемалық мәселелері бойынша педагогтармен, психологтармен, педиатрлармен, ата-аналармен семинар, кеңестер мен дәрістер өткізу жоспарланған.